Сәлем баршаға. Бүгінгі видеода біз чайка қыздар туралы айтып кетейік. Негізгі чайка қыздар, мен осы номерлердің аттарын көрсетпеймін. Бұл қыздардың номерлері өздері жазды. Сосын мен сөйлесе бастадым. Негізгі бұл жақта чайка қыздар былай тексерсе болады. Мысалы, біреу танысам деді менімен, алдында сөйлескенбіз, бұрын сөйлеспіз дейді. Аудио жібер деп мен тексердім, ол қыз ба, біреу мен тексеріп жатыр ма деп тексердім, бірақ ол қыз болып шықты. Көп сөйлейтін жігітсің, есіме түстің деп жазып жіберді. Сосын былай сөйлестік. Сосын там оның адресін мен білемін, адресін айтты. Сосын мен сұрақ қойдым, оған тұрмысқа шықтым ба деп, ол жоқ деді. Мен сен деп менен сұрады, мен жоқ, шықпадым деп әзілдеп айттым. Түнде жаздым. Сосын негізгі принциптерді айтып кетсем, бұл жақта телефонмен звондадым, телефон отклонить етті. Бұл бізде знак, белгі да, что ол қыз серьезно оймен звондап тұрған жоқ. Мен оған телефонмен 2-3 рет звондадым, ол телефон алған жоқ. Біз біліп отырамыз, ол деген қыз сөйлесетін адам, ол телефон алып сөйлеседі. По телефону сөйлескім келмейді дейді, нервым шыдамайды дейді, өте көп сөйлейсің. Бұл бізде знак болып жатыр. Және бұл жақтан тексерулер, қыздардың тексерулері. Бұл жақтан ажырату керек, қыздардың тексерулері мен сөйлескісі келмейтін адамдар. Мысалы, қыздар тексереді, женские проверки дейді ғой, соны тексереді. Біз оны білу керекпіз, қай жақтан тексереді. Бұл жағдайда бұл қыз өзі сөйлескісі келмейді, бұл проверка емес, бұл сөйлескім келмейді, өте көп сөйлейсің дейді, бірақ мен негізі өте көп сөйлеген жоқпын. Сосын мен жазып жібердім, көп сөйлемеймін, кім айтты десем, ол көп сөйлейсің дейді. Сосын кездесектен не үшін деп жазды. Сосын жай көрісіп, все-таки досымсың ғой деп жазып жібердім мен. Жай деп жазыңдар, өйткені кездесек, мысалы, мен сені жақсы көріп қалдым, мындай серьезный деп жазсаңдар, онда қыз деген шошып шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан жай кездесек, отырып шай ішіп қайтамыз деп. Мәні жоқ қой дейді, мәні болу керек па деп сұрақ қойдым. Ол сосын басқа неме айттым, көрсеміз мән болар, тұрмысқа шыққың келе ма деп жазып жібердім. Сосын ол деген сөзді бұрып, демалыс па деп сұрақ қойды. Сосын мен жұмыстан 5-те шығамын дедім. Жұмыс туралы сөйлей бастады. Жұмыс деген ол деген, мысалы, сен жұмыс істейсің, жұмыс істемейсің, соны білдіреді. Бұл жақта сенің материалды жағын тексеріп отыр. Қандай жұмыс істейсің, қанша табыс табасың деп. Сол кезде мен жұмысымды айттым. Сосын сұрақ қойдым, кешке сені жібермей ма деп. Кешке шығамайым дейді да. Суық дейді, шығамайым дейді. Ерте деп, мен түсте жұмыстан сұранып босайын деп жатсам, кездесек десем, ол өзі алдында айтып алып, түсте шығамын деп. Қазір басқаша сөйлеп отыр да, суық, далаға шықпаймын дейді. Бұл қыздың бірнеше белгілері бар, кездескенбейтін. Әлде жай сөйлесіп отыр ма, немесе серьезный ойы жоқ, мысалы, суық, басқа күні дейді. Мысалы, мен қайтадан өзімді настойчивый жағынан еттім. Жоқ, ол айтады да, ертең кездесейік дейді. Ертең демеймін. Мен айттым, жоқ, бүгін кездесеміз, бүгін маған ыңғайлы. Сөйтіп сөйледім да, уақытпен. Алматыға барсам айтам дедім. Мен айттым оған, көр өзің, басқа күні қолым босамайды деп шектеулер қойдым. Өйткені сендер негізі сондай уақытпен тура айттыңдар. Мысалы, бүгін, мысалы, ертең, мысалы, қыз айтуы мүмкін, ертең кездесем, сендер жарайды, ертең дейсіңдер, онда ол дұрыс болмайды негізі. Сендерге ыңғайлы керек, бүгін кездесем, ертең кездеспеймін, мысалы, ертең қолым бос емес. Немесе вообще кездеспеймін деп айтыңдар. Сол кезде қыздар өздері қызыға бастайды. Бұл сосын үйге қалай қайтам деп
мен айттым сол үшін бүгін кездескен дұрыс, серьезный ойың болса деп жазып, серьезный ойың болса. Серьезный ой деген ол деген сен шын кездескің келе ма, кездеспей ме, сол туралы білгің келіп тұр да, сондай сұрақтар қойып жатырмын. Ол айтты, үйге қалай қайтамын потом дейді. Бұл негізі қысқаша белгі, намек дейді ғой орысша. Бұл үйге қалай қайтамын, менде ақша жоқ, ақша төлейсің ба деген шайкалардың сөздері. Жақсы қыз негізі өйтіп айтпайды, үйге қалай қайтамын деп, ол үндемейді. Бұл жақта үйге қалай қайтамын деп мен түсінбедім. Қалай қайтасың деп білмексем болдым үйге деді. Сосын мен ол намек түсіндім, таксиге салып жіберем дедім, ақшаны өзім төлеймін дедім. Окей, Алматыға барсам айтамын, кешке қазір қолым бос емес деп жіберді. Ақша жағынан келгенде ол келісе қалды. Бұл қыздың ең жаман чайка қыздардың нәрселері, соны қолданып отыр. Ол жазды, сағат 6-дан соң жолығамыз, мүмкін үйге салып жіберсең дейді. До дома таксимен мен салып жіберу керекпін, кешке кездесіп үйіне, и оған ақша шығару керекпін. Соны ол тілеп тұр. Так, апортқа шақырдым, ол айтты, апортта түк жоқ, не істейміз дейді. Енді қыз деген тамақ ішкісі келеді ғой. Апортқа бекеден беке барғысы келмейді, тамақ ішкісі келеді. Енді ұлдан ақша шығарғысы келіп жүр, ол дұрыс емес. Но самый жақтан маған сол дейді. Енді кездесеміз ғой, біздің артық важный нәрсе жоқ, бізден артық важный нәрсе жоқ. Дұрыс айттым негізі ол жақтан. Тамақтан неден бастап бізден артық важный жоқ. Не үшін кездесесің? Мысалы, үйден де тамақ ішсең болады. Үйден тамақ ішіп шық, барып отырып шай ішеміз болды. Мен саған еш нәрсе алып бермеймін деп жазып жүрмін. Кездесу үшін өзің кел дейді. Тогда еш нәрсе жоқ екен біліп тұр. Апортта қазір карантин, сондықтан ол жақтан бәрі жабық. Сол үшін ол өзің кел дейді да. Шайды үйден ақ ішем дейді. Енді тамақ алып бермесе не үшін келем деген сияқты. Сонда ол қыз деген сонда тамақ үшін кездесейін деп тұр ма? Мен соны түсінбедім. Өзің кел, тогда неге барам, шайды үйден ақ ішем деп жазды. Қайтадан мен оған аудиолар жібердім. Айттым, мен шайды үйден де ішсең болады негізі. Мен просто өзім шайды алып берем. Сосын екінші, үшінші аудионы айттым. Егер серьезно жүретін қыз болса мен алып берем. Егер серьезно жүретін қыз болса мен алып бермеймін дедім. Өйткені пока қыз менікі болмағанша серьезно, онда мен еш нәрсе алып бермеймін. Негізі жігіттер қателіктерді қате жасамаңдар. Мысалы, қыз деген анау алып бер десе, онда ондайға көнбеңдер. Өйткені олар сендер пайдаланып кетеді. Екінші күні тек қана пайдалы затпен ақша деп сұрай бастайды. Бірақ сендердің ешқандай сендер жақсы көрмейді, тек қана пайдалану үшін ғана жүретін қыздардан аулақ болыңдар. Так, сосын мен нақты жаздым, кездессең кездес, кездеспесең қой, онда мен уақытым жоқ дедім. Мен сені шақырдым, келсең кел, шай ішеміз, басқа еш нәрсе алып бермеймін дедім. Өзің біл дедім. Ол деген ренжіді де қалды. Келмей ақ қой деймін, мы разные деп шыға қалды. Жмот жігіттер ұнамайды маған вообще дейді. Жмот жігіттер дегеніміз қандай жігіттер? Мысалы, ол негізі чайка қыз деп айтсам болады. Мысалы, ақша құртпасаң сен дұрыс емессің, ақша құртсаң, онда сен нормальныйсың. Онда қалай болғаны деген ғой. Негізі көп ақша шаша берсең, онда дұрыс емес. Бұл қыз негізі көрдіңдер ме, бұл жақта жмот, ақша төлемейсің, таксиге салшы. Өйткені көп ақшаға етілген. Бұл мысалы қазір әрине менде ақша бар. Мысалы ақша құртамын бұл қызға. Сосын ол деген бір күні ақша менде болмай қалады. Онда ол телефон алмай мені лақтырып кетеді. Дұрыс қой. Сондықтан ондай қыздардың мен айттым, мен сау бол, басын қатырма, маған екінші жазба деп жазып жүрдім. Соңында бірақ оны оқыған жоқ ол. Голосовой ашпаймын, дауысымды жағымсыз дейді. Пока аман сау бол дейді. Міне көрдіңдер ма жігіттер? Бұл қыздың, чайка қыздың негізгі жазу түрі. Сендерге көрсететін нем
қалай білсе болады чайка қыздармен мысалы тексеретін қыздар, мысалы женская проверка дейді ғой, тексеретін қыздар олар басқаша болады. Мысалы олар уақыт жағын айтады, кеш шығамын деп, немесе қолым бос емес деп айтады. Сендер соны білулерің қалай көндіру туралы. Негізгі чайка қыздар осылай жазады. Мысалы ең бірінші бізден өзі жазды бірінші, мен алдын ала онымен сөйлескем негізі, потом сосын өшіріп тастағам. Өзі қайтадан жазып отыр маған. Ақша құртпаса не үшін келем деген сияқты. Біріншіден чайкалардың белгілері ол кешке қалай қайтам кездессек, мысалы ақша сұрап жатыр, өйтіп негізі жазбау керек еді. Мысалы ол келген кезде, жүрген кезде, сол кезде айтса болар еді, мен оған салып жіберуші едім. Біріншіден ол алдын ала менен ақша сұрап жатыр, келмей тұрып, сосын қайда барамыз, мысалы апортқа шақырды, өзі айтты апорт бірақ жабық, ешнәрсе жоқ деді ішінде. Ешнәрсе жоқ дегеніміз, ол деген тамақ, ешнәрсе жоқ деген сөз. Ол мысалы тамақ алып беру керек, ешнәрсе жоқ. Мен айттым, шай ғана отырып ішеміз, болды. Ол айтты, онда мен үйден ақ шайды ішем дейді. Маған жмот жігіттер ұнамайды деп үшіншіден айтты. Жмот деген значит оларға, оған бай жігіттер ұнайды, байлыққа қызығады. Енді жігітті пайдалану мақсатында шақырып жатыр, бірақ мен ондайларға негізі ақша шығармаймын. Мен алдын ала айтам, егер қыз менікі болмағанша серьезно, онда мен ешқандай ақша құртпаймын. Тек қана бір шай ішеміз, болды. Басқа ешнәрсе алып бермеймін, болды. Ұнамаса басқа біреумен сөйлес. Сөйтіп жігіттер нақты айтыңдар, қыздың артынан олай жүгірмеңдер. Бұл менің тәжірибем, мен басынан талай зат өткен. Осындай қыздардың жазулары басында менде қате болған, бұрында ақша шашқам, тоже ақша құртқам. Сондықтан осы сөйлестен кейін мен оны өшіріп тастаймын. Керек емес ондай қыз. Мен негізгі бірнеше пункттар айттым чайка қыздан. Ол телефонды алмайды, сөйлеспейді, ақша сұрап жатыр таксиге, тамақ ақша сұрап жатыр, және тамақ алып бермеймін дегеннен кейін ол жұмат деп жазды. Міне 4 негізгі чайкалардың қасиеттері. Абай болыңдар осындай қыздардан. Егер тамақ ішіне салып бермей ақша сау бол деп жазса, сендер сау бол дей салыңдар, болды. Және сосын мен игноратқа салып салады. Мысалы, көрдіңдер ме, ақшаға қарамайтын қыздарды іздеңдер жігіттер, ақшаға қызықпайтын, сендер жақсы көретін, осындай қыздардан аулақ болыңдар. Көргеніңізге рахмет. Талай әлі видео лақтырам. Келесі видеода бізде комментарийлар болады. Көптеген жігіттер, ұлдар бізге жазып жатыр. Қызбен қалай танысу проблемаларын, соны біз талқылаймыз.